Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз осындай қарбыз бен сүттен жасалған коктейль жасайтын боламыз. Әсіресе жаз айында өте таптырмас сусын әрі пайдалы витамин. Бізге керегі қарбыз, 1 шай қасық бал және салқын сүт. Алдымен осындай қарбыздың бөлігін алып аламыз және оны турауға ыңғайластырып, тіліктеп кесіп шығамыз. Дайын қарбызымызды қабығынан аршып және ішіндегі дәндерінен тазартып аламыз. Тазартылған қарбызды блендерге салып, блендермен майдалап шығамыз. Мен бұл қарбызды 2 бөліп істедім. Менде көбірек 3 стаканның көлемінде жасаймын. Ендігі кезекте біз дайын болған қарбыз шырынына 1 шай қасық бал және салқын сүт қосамыз және қайтадан блендермен айналдырып шығамыз. Дайын болған коктейлімізді осылай ыдыстарға, шыны стакандарға немесе пластик ыдыстарға құйып салқындатып ішсеңіз болады. Жаз уақытында өте пайдалы, витаминге толы коктейль. Егер видеоны соңына дейін көрсеңіздер, сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Ал каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, өздеріңіздің достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айнагүл. Келесі жақсы күнде кездескенше.